Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен баклажаннан өте оңай салат дайындаймыз. Ең алдымен баклажанды жуып, сыртын тазалап, дәл видеодағыдай ұзынша етіп турап аламыз. Ыдысқа жұмыртқаны шағып саламыз, үстіне тұз салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Баклажанды осылай аз-аздан салып, жұмыртқаға батырып, қызып тұрған майда қызартырып, қуырып аламыз. Барлығын бір ыдысқа саламыз, сосын қиярды ұзынша етіп турап аламыз. Қатты майда қылып жібермейміз, орташа ұзынша етіп турап аламыз. Қызанақты да дәл солай тураймыз. Кинзаны майдалап турап аламыз. Барлығын бір ыдысқа саламыз. 2-3 тіс сарымсақты езіп майдалап саламыз. Үстіне тұз қосамыз аздап. Сосын соевый соустан 2 ас қасық қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Біздің салатымыз осымен дайын. Өте дәмді, өте жеймтал салат болады. Сіздер де жасап көріңіздер. Видео ұнаған болса, лайк басып достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер.